2015 жылдың басынан бері Жамбыл облысының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен облыстық мемлекеттік органдарда 34 тексеру жұмыстары жүргізілген. 4 айдағы тексеру жұмыстарының қорытындысы бүгін департаменттің баспасөз мәслихатында баяндалды. Жүргізілген тексерулер нәтижесінде 529 заң бұзушылықтар анықталды. Департамент ұсынысы бойынша 22 тұлға тәртіптік жазаға тартылып, бір қызметкердің ісі сотқа жолданды. 4 ай ішінде 4 рет өткен тәртіптік кеңес мәжілісінде 50 мәселе талқыланып, 38 тәртіптік іс қаралған. Тәртіптік кеңестің ұсыныстары бойынша 17 тұлғаға тәртіптік жаза қолданылған. Атқарылған жұмыстардың басым бөлігі сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылығын алдын алуға бағытталған. Средствах массовой информации у нас. Жыл басынан бері баспасөз беттерінде барлығы 84 материал жарияланды. Оның 11 республикалық басылымдарда, 27-сі облыстық, 46-сы аудандық баспасөз беттерінде. Одан бөлек телеарналарға да сұхбаттар берілді. Департамент әлеуметтік желілер арқылы да жұмыстар жүргізуде. Әлеуметтік желіге жыл басынан бері барлығы 987 материал жарияланды.